Тағдыр тәлкегі кімді аясын? Бесігімен белін ойлап жүрген аналардың көрген күнін, баламен қаншама қиындық көрсе, соншалық рақат сезім билік ететін бойы бір қисайғанын көрмейсің. Шіркін, ана деген ақ маңдайын жалтыратқан, жүзіндегі сұлулығы өз алдына қолын алып сүйсең, бүкіл әлемнің қош иісі танауыңды жоғары көтертіп, аспандағы ай алдыңа түскендей күй кешесің. Табиғаттың тамаша жаратылысы сөз жоқ тұңғиықта, тереңде. Тамаша деп жүрген таңдарды қараңғылық басқандай. Жұлдыз жарқырат десек, бұлт торлапты. Мамыражай күн болды десек, көлеңке қаптапты. Жер жүзі жасылданды десек, жасандылық екен. Сүру үшін өмірді аз ғана махаббат керек. Ол махаббат отанға деген, әкеге деген, анаға деген, балаға деген кішкене пышақтың ұшындай ғана шынайы сезім болуы заңды құбылыс емес пе? Алайда пенденің бәрінде мұндай құбылыстың сиректенуі жан түршігерлік жағдай. Қалай ғана өз баласын қиып біреуге сатып жібереді, айтуға аузың бармас дәретханаға. Қалай кір қоқысқа тастай салады? Қалай? Өмірге не үшін келгенін білмеді ме? Қай бетімен қарайды екен жауыздар-ай? Апа деген құрметтің даусы ойын бөліп жіберді. Сізге не болды? Тесіліп қараған көзіңіз қарауытып жатқандай бірдеңені уайымдап отырсыз ба? Менің апамды не нәрсе мазалатқызды екен, а? Мені күтіп сағындыңыз, дұрыс айттым ба? Деп қоңырланған ескі терезенің қасындағы орындыққа жайғаса кетті. Құлыным-ау, келдің бе? Сендерді ойламасқа күн бар ма менде? Өткеннен садаға, өздерің барда әр күнім берекелі, бақыттымын шырағым. Құдайға шүкір, деген Бағила демін ішіне тартып, үф деп демін шығарды. Үлкен ұлын құшағына қатты қысты. Кешкі ауылдың салқын желі өзенді шарлап, дала кезіп, өз әуеніне тербеле ағаш бұтақтарын қозғап, әр үйдегі жаны таза аналардың жүзін сипап, аймалай есіп, ішкі сырымен араласқан күйі жоқ болады. Әпкесі мен қарындасын, інісін қорғап жүретін ер жүрек балам осы. Әкесінің орнын басатында, қара шаңыраққа қарайтында осы ұлым. Әй балаларым-ай, тағдырың қалай болар екен? Не болса да құламаңдаршы, бойларыңды тік көтеріп жүріңдерші. Қиындықты шыбын шаққан құрлы көрмеңдер. Міне, ана жүрегі осыны айтумен, жеткізумен әлек. Көзіне ыстық жас келіп, маржандай ыршып кетті. Кіші ұлы Жақұтты сағына мектептен келуін күтті. Қызы оянып, бұларға таңдана ұйқысыны ашар-ашпас жүгіре қасына келді. Мені неге оятпағансыз, аға? Деген Айша анасына жармасып, апасын қызғанғандай пішінмен басын анасының бауырына кіргізе берді. Қайдан оятайын? Тәтті ұйқымды қимадым ғой. Сен ұйқыда болғанда мен апамды қатты құшақтап, ұзақ отырдым деп, құрмет екі қолын екі жаққа созып, қалай құшақтағанын көрсетіп, бір көзімен қабағын түйе бастаған қарындасын бақылап сәл тұрды да, өзіне ұмтылатынын сезіп қаша жөнелді. Артынан жете алмаса да қуып, жүрегін қолына ұстағандай ентігіп жүгірді. Қызғаныш, реніш, қуанышқа ұласып, сыңғырлап күлген қарындасы ағасын қуып шаршап, әлде бір айламен ұстамақшы. Не болды деген ағасына кілт бұрылып, теріс қарай салды. Қасына келгенде ренішмеш Айша деп қарағанын күтіп тұрды. Жанына жақындай бергенде бауының шешіліп қалғанын көріп, алдына аяңдай басып келді. Тез арада бауын байлап, көзіне қарап еді. Оның қою қара көзі сәл жасаурап, жылағысы келіп тұр екен. Құшақтай алды сүйікті ағасын. Ақмағым-ау, соған бола жылағаның не? Қане көзіңді сүртші, жасыңды тыйшы деді. Екі бауыр осылай тұрғанда көрші апайлар қызыға қараушы еді. Кішкентай болса да жүректері бір-бірінсіз тұра алмайтын. Сәл көрмесе сағынып сарғаятын. Шынайы жақсы көретін. Бауыры десе езіле кететін балалар ғой деп қоятын. Осы сәтте алыстан сөмкесінің екі жағына ұзара түскен қара жіптен ұстап, Болат келе жатыр екен. Күн батарға жақын болып қалғандай келген інісіне тесіле қарап қалыпты. Үшеуі бірге үйге кірді. Бағила бұл уақытта тамағын дайындап, балаларына күліп қарап, кешкі асқа шақырды. Бірге ақ дастархан басына жиналды. Бағила шайын құйып жатқанда, 2 аптада бір келетін үлкен қызы Айым есіктен ене бергенде, Айша қуанғаннан атып тұрды да, әпкесіне қарай сүріне ұша жүгірді. Үй іші ду күлді. Бүгінгі әңгімелерін айтып қуанысып, балалардың ішек сілесі қатып күлгеніне Бағила да жымия қарап,
көзімен мейірім шашып тұр еді. Осылайша бақытты отбасының күні өтіп жатты. Бәрі тату тәтті тұрмыс, балалары бірінен бірі өткен ақылды, тәрбиелі. Ол асыл ананың 62 тамырының киесі болатын. Атып жатқан өмір таңы батып жатты. Алайда мәңгі жалғас таба алмады. Бұралаң жолдың ауыр қаратасы бұл үйге де түспей қоймады. Құрметті ауыр дерт шалды. Жанын жалмап алмаққа келіпті. Шарқ ұрған ананың ойын оңға, санасын санға бөлген бұл дерттен баласының айықпасын білгеннен соң жүрегі мәңгі тоқтағандай болды. Атын атауға болмайтын бұл жаман қалай келе қалғанына іші күйіп өрт болды. Абдырап не істерін білмеді. Бір кезде қуанышқа толы үй еді. Енді қара жамылғандай күй кешті. Мектепке еш уайымсыз барып жүрген Құрмет 6-шыны оқып жүрген кезі болатын. Інісін барынша қорғап қолдап жүретін. Болаттың еркелігі өз алдына, ағасының артынан бір елі қалмай әрдайым қасында болатын. Одан айырылып қалам деген ой 3 ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Құрметтің өзге балалардан ерекшелігі жақсы көретін достарын қуантып жүретін. Анкета толтырғанда ұнатып қалған қызының есімін жазғанда оқушылардың бүкіл назарын аударды. Мектеп табалдырығын аттағаннан бастап мұғалімдер де оған ерекше сүйіспеншілікпен қарайды. Аққұба өңі, жылтып жіберетін көзқарасы, қара бүйралау келген шашы, нағыз сұлу жас жігітті қай адам өлімге қисын. Өзіне құйып қойғандай жарасатын қара костюмін енді ыстық осынау білім ордасына қайта киіп келмесін білмеді. Ертесі Бағила баласын ауруханаға жатқызуға тура келді. Соңғы күндердің, сағаттардың өткені ана жүрегін өткір жүзді қанжармен тіле берді. Еш жерім ауырмайды апа, неге жатырмын? Қайтайық үйге апа, деп демінің әзер шығып жатқанын сезгендей болды. Егілген ана көз жасын тие алмады. Ұстап тұра алмай құшақтап, иіскеп жатқан еді. Ұлының соққан қан тамырларының енді жүрмейтінін ойлағанда, өмірден кеткенін ойлағанда, өзін өлік сезінді. Ештеңе істей алмас рухтай болды. Құм сағаттың соңғы уысы төгіліп, Құрметтің жаны үзіліп кетті. Ананың жылы құшағында кетті. Осыдан соң байғұс ананың өмірі өлі тағдырға айналды.